Баяғыда бір ақылгөй қарияның жалғыз қызы болыпты. Қария бірнеше бөлмелі, жарық, биік, өте әсем үйде тұрыпты. Үйінің айналасы бау-бақша екен. Қарияның кішкентай қызы бақшаны, барлық бөлмелерді аралап ойнап жүретін. Қызы кірмеген жалғыз бір бөлме болатын. Ол бөлме үнемі жабық тұратын. Бір күні қызы қарияға: «Әке, маған жабық тұрған бөлмеге кіруге рұқсат етіңіз. Осы бөлме басқа бөлмелерге қарағанда жақсырақ қой деп ойлаймын» дейді. «Оның дұрыс, қызым. Жақсылардың ең жақсысы осында. Бірақ сен әлі жассың. Өскенде бұл бөлмені саған беремін. Сен оған өмір бойы риза боласың» деп жауап қайтарады әкесі. Ай өтеді, жыл өтеді, қыз есейіп бой жетеді. Қария қызына жабық бөлменің алтын кілтін ұсынады. Қыздың қуанышы қойнына симай жүгіріп келіп есікті ашып жібереді. Сонда оның көргені ұршық, өрмек және кітап. Олардан өзге түк жоқ. Қыз әкесіне келіп, көз жасын бұлап тұрып: «Әке, сен жабық бөлмеде жақсылардың ең жақсысы бар деп едің. Мен оннан ұршық, өрмек, кітаптан басқа еш нәрсе таппадым» дейді. «Міне, жақсылардың жақсысы деген осылар, қызым. Ұршық пен өрмек болса еңбегің жанады. Ал кітап оқысаң, білімің артады. Жарық дүниеде бұдан жақсы нәрсе жоқ. Дүниедегі мүліктің бәрі еңбекпен, біліммен табылады» деп түсіндірді қария қызына.